Баршаңызға сәлем, сіздермен тілдеспек жоқ. Қазақстан жаңалықтарына тәуелсіз көзқарас және оның жүргізушісі мен журналист Әсем Жапешева. Бүгін түнде біз ұйқыда жатқанда Қырғызстанда парламент сайлау нәтижесімен келіспеген халық өткен түні өте үлкен бас көтеру жасады. Бұл олардың үшінші революциясы. Алғашқы екі революция бірнеше айға созылса, осы жолы қырғыздар барлығын бір түнде қатырып тастады. Нәтижесінде бірнеше сағат ішінде сайлау нәтижесін жоққа шығарып, Ақ үйді басып алып, тіпті экс-президент Атамбаевты бостандыққа шығарып алды. Ал біздегі жағдай мынандай. Елде соңғы 15 жылда тіркелген бірде-бір оппозициялық партия жоқ. Сәйкесінше парламент сайлауы болды дегеннің өзінде кім жеңетіні белгілі. Нұр Отан және оған қарасты Ақ жол, коммунистер және тағы басқалар. Жаңа партия тіркеуге рұқсат бергеннің өзінде олар жаңа Қосанов болатыны белгілі. Елде саяси реформалар болмайынша тәуелсіз парламент туралы сөйлеуге де болмайтыны айдан анық. Бүгінгі шығарылымда Қырғызстандағы түнгі революция мен Қазақстандағы көзбояушылыққа толы праймериз туралы сөз қозғайтын боламыз. Бірақ бастамас бұрын, әдеттегідей сізден осы каналға жазылып, видеоға лайк басып, бөлісіп, міндетті түрде пікір қалдыруыңызды сұраймын. Рахмет, кеттік. Сонымен кеше Қырғызстанда парламент сайлауы өтіп, нәтижесімен келіспеген қырғыздар кеше Бішкек орталығында наразылық митингі өткізіп, президент Жәнібековтің кетуін, қайта сайлау өткізуді талап етті. Тіпті президент әкімшілігі, мемлекеттік қауіпсіздік комитеті, қоғамдық КТРК арнасын және парламент отыратын Ақ үйге басып кіріп, президент Жәнібековтің кабинетіне дейін барды. Халыққа полиция мен арнайы жасақ ОМОН кедергі келтірмей, бұл ұммен нағыз қызметтерін орындап, халықтың жағына өткендей болды. Ал енді сайлаудың барысына тоқталайын. 4 қазанда Қырғызстанда парламент сайлауына 16 партия қатысты. Сайлауда Бірімдік, Мекенім Қырғызстан, Қырғызстан, Бүтін Қырғызстан партиялары 7%-дан жоғары жинаған. Көріп тұрғаныңыздай, жалғыз оппозиция Бүтін Қырғызстан 7,3% жинады. Сайлау нәтижесінде үкіметті қолдайтын саяси ұйымдар Бірімдік 25%, Мекенім Қырғызстан 23,88%, Қырғызстан 8,76% дауыс жинады. Деп жеңіске үкіметтің партиясы келген болатын. Бұл партиялар негізінен Ресеймен қауіпсіздік бойынша жақын ынтымақтасу керек деп санайтындар. Жәнібековті тікелей қолдайтындар партиясы ең көп дауыс жинаған Бірімдік партиясын өз кандидаттарын өткізуде әкімшілік ресурстарын қолданды деп айыптады. Ал жалғыз оппозиция Бүтін Қырғызстан 7,13% жинады. Одан бөлек біздің елдегідей халықтың дауысын ұрлау, жаппай заң бұзушылықтар болған. Атамекен оппозициялық партиясының ойынша бұл ең лас сайлау. Тәуелсіз бақылаушылар сайлау учаскелеріне қайта-қайта дауыс беріп келіп жүрген адамдарды тасып жүрген автобустарды көргенін айтады. Сонымен қатар учаскелер алдында қолдарында дауыс беру қажет деген кандидат тізімі бар адамдарды да кездескен. Әрі интернет бұғатталып, 3 абоненттің екеуінде желі дұрыс жұмыс істемеген көрінеді. Наразылар талабымен бұрынғы президент Алмазбек Атамбаев, бұрынғы премьер-министр Сапар Исқақов қамаудан босатылды. Азаттықтың қырғыз қызметінің хабарлауынша бұған қоса бұрынғы депутат Садыр Жапаров, бұрынғы депутат Равшан Жәнібеков те бостандыққа шыққан. Наразыларды таратуға тырысқан күштік құрылымдар көзден жас ағызатын газ, резеңке оқ, түтін құтыла қолданған. Мұндай деңгейдегі бас көтеру адам шығынсыз болмады. Клоп КГ-нің хабарлауынша 590 адам зардап шегіп, 1 адам қаза болған. Алғашқы медициналық көмек көрсетілгеннен кейін 439 зардап шегуші амбулаториялық емделуге жіберілді. Бұл Қырғызстандағы қарсыласудың алғашқы құрбаны. Бұған дейін ол туралы мәлімет жоқ еді. Наразылық білдірушілер Бішкек әкімдігінің ғимаратын басып алды. Бұған дейін оппозиция ішкі істер министрінің бұрынғы орынбасары Курсан Асановты Бішкектің коменданты етіп тағайындаған еді. Осы уақытта Бішкекте деп хабарлаған президент бүгін 16 партия өкілдерімен кездесу керек. Сарымбай Жәнібеков бұл оқиғаны билікті заңсыз басып алу әрекеті деп атады әрине. Оның айтуынша күштік құрылым өкілдеріне оқ атпау және қан төкпеу бұйрығы берілген. Президент мемлекеттегі тыныштықты сақтауға шақырды.
Мен орталық сайлау комиссиясына заң бұзушылықтарды мұқият тексеріп, қажет болған жағдайда сайлау нәтижелерін жоюды ұсындым. Мен саяси партия жетекшілерін өз жақтастарын тыныштандырып, оларды адам көп шоғырланған жерлерден алып кетуге шақырамын. Мен барлық отандастарымды бейбітшілік сақтауға және арандатушылардың сөзіне ермеуге шақырамын. Еліміздің тыныштығы мен қоғамымыздың қауіпсіздігі маңызды. Мен барлық күштерді ел тағдырын саяси мүддеден жоғары қойып, құқықтық алаңға оралуға шақырамын деді. Дәл қазір Ош қаласында президент Сооронбай Жээнбековтің жақтастарының митингі өтіп жатыр деп хабарланды. Олар Бішкекте болған жағдайға наразы және оқиғаларды революция деп санамайды. 100 адамға дейін жиналған митингіде президенттің ағасы Асылбек Жээнбеков сөз сөйледі. Соңғы деректер бойынша Қырғызстанның 3 облысының Ыстықкөл, Нарын және Таластың басшылары отставкаға кетті. Бұл туралы Қырғызстанның жергілікті басылымдары хабарлады. Одан басқа Атамбаевтың үндеуі күтілуде. Оппозициялық күштердің өкілдері болса, дәл қазір әртүрлі мемлекеттік органдар мен жергілікті әкімшіліктердің басшылары лауазымдарын қолға алатындарын мәлімдеді. Оппозицияда әрі ортақ үйлестіруші орган жоқ. Қырғыз халқы бұған дейін 2 революция өткізген еді. Қайсысын айтсаң да нәтижеге жетіп, елді дүр сілкіндірген оқиғалар орын алған. Оның бірі 2005 жылы болған Қызғалдақ төңкерісі. Оның нәтижесінде кеңес уақытынан бері президенттікте отырған Асқар Ақаевты қызметінен алып тастаған еді. Ол кездері Ақаев болса 3 мерзім отырып, 4-шісіне отыруға ниетті болып жүрген. 15 жыл ішінде Конституцияға 4 рет өзгеріс енгізіп, өзіне шексіз құқықтар тағайындаған еді. 2005 жылғы революцияда парламент сайлау нәтижесінде өршіген еді. Ал келесі 2010 жылы болған сәуір революциясы. Сол кездегі жаңа президент Бакиевтің билігі авторитарлық көрініс алып, жемқорлық көбейіп, кедейшілік көбейген еді. Сол кезде оппозиция құрылтай өткізіп, үкіметке талап қойды. Үкімет талаптарды орындамай, елде ірі бас көтерулер басталды. Сол кезде оппозицияның ірі өкілдері Алмазбек Атамбеков, Темір Сариев, Өмірбек Текебаевты ұстаған еді. Жалпы Қырғызстанның президенттері халқының наразылыққа әрқашан дайын екенін біле тұра, неге 5 жыл сайын сайлауды әділ өткізбейтіндіктері таң қалдырады. Президент демекші, біздің Тоқаевтың баспасөз хатшысы Берік Уәли біздің биліктің Қырғызстандағы жағдайға ресми көзқарасын білдірді. Қырғызстанда болып жатқан оқиғалар сол елдің ішкі мәселесі. Қазақстанда бауырлас Қырғызстанмен өзара дәстүрлі достық қатынастары және стратегиялық серіктестікті нығайту аса маңызды деп санайды. Сонымен қатар көршілес елдегі ахуалды тұрақтандыру ісі Қырғызстанның конституциясы мен заңдарына сәйкес жүзеге асырылады деп үміттенеді. Қырғыз халқы өз мемлекетінің ұзақ мерзімді мүддесі үшін күрделі жағдайдан шығудың тиімді жолын табады деп пайымдайды. Берік Уәлидің қазіргі президент Жээнбековке қолдау білдірмегеніне қарағанда, біздің билік президенттің ісі бітті деп есептейтін сияқты. Қырғызстанда болып жатқан революция Қазақстанда болуы екіталай. Себебі бізде тіркелген атап айтатын оппозицияда жоқ. Ал үкіметтегі оппозиция сымақтар Қосановтың ісін істеп кететіндер. Дегенмен биліктегілер халықпен санаспаса қалай болатынына тағы бір мысал көрді. Дәл қазір болып жатқан праймеризде көзбояушылыққа толы. Праймериз 1 қазанда басталып, 3 қазанда аяқталу керек еді. Алайда техникалық ақаулармен тағы бір күнге созылды. Дауыс берудің 1 күннен ақ сайлаудың әділетсіз өтіп жатқаны туралы хабарлар тарай бастады. Бұған батыс басылымдары да тоқталып, Қазақстан билігі жай ғана бәсеке иллюзиясын көрсетіп отыр деп бағалаған. Ол басылымдар елдегі праймериз туралы мынандай пікір білдірген. Қазақстанда праймериз деп аталатын партия ішілік іріктеу науқанын өткізіп жатқан билік партиясы Нұр Отан өзгеріс керек екенін мойындайды. Бірақ өзгерістің имитациясын жасау үшін ескі әдістерді қолданады. Оның әсіресе сайлауда қол сұғу дағдысынан бас тарта алмағаны байқалады. Бір жағынан халық бұл науқанға көп араласып жатқандай иллюзия қалдырып, екінші жағынан өздеріне тиімді кандидаттарды таңдап алады. Ал жаңа толқынның тәуелсіз өкілдеріне билікте орын жоқ. Өте көп адам қатысқандай иллюзия жасау арқылы бұл шара сәтті науқан ретінде дәріптеледі. Екінші жағынан тиімді кандидаттар таңдалу үшін лауазымды адамдар сахна сыртында әрекет етіп жатады. Жалпы праймеризге 11 000 адам кандидат болып тіркелген. Оның арасында әншісі де, спортшысы да, бизнесмендер де бар. Көп адам нөміріне праймеризден хат келіп, алайда өздері тіркелмегенін айтқан жағдай көп. Нұр Отан мұндай деңгейдегі театрландырылған көрініс өткізді.
өткізсе де парламенттегі басым орынды алуға мүдделі деген сөз емес. Елді алдау арқылы, кандидаттарды алдын ала бекіту арқылы тағы да көзбояушылық көрсетті. Енді билік Қырғызстандағыдай жағдайдың болмауы үшін бар күш-жігерін салуы мүмкін. Дәл қазір біздікілер Беларусь бар еді, енді жетпегені Қырғызстан еді деп бас қатырып, жаңадан көзбояушылық үшін не істеуге болады деп ойланып отырған шығар сірә. Қырғызстандағы 3-ші революция мен Қазақстандағы театрландырылған көрініс туралы менің пікірім осындай. Ал сіздің пікіріңіз қандай? Міндетті түрде видеоның астына қалдырып, каналға жазылып, лайк басыңыздар. Сіздермен болған Әсем Жапишева, амандықта көріскенше сау болыңыз.